әдемі болды. Менікін айтыңдаршы. Менікі міне. Сәлем достар! Айшаның тәттілері арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз челлендж түсіреміз. Өз маркер челлендж істейміз. Видеомызды бастамастан бұрын арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Біз осындай 10 маркер алдық, және де осындай суреттер алдық. Осы суреттерді біз қазір бояймыз. Ал кімдікі әдемі шыққанын, оны сіздер шешетін боласыздар. Мамамыз. Ал олай болса, кеттік! Кімдікі әдемі болады, соны комментарийға жазамыз. Және де тез жасау керек. Әйтпесе өзгеріп қалады. Кеттік! Сендер әлі бастамадыңдар ма? Уже бастап қойдың? Біз бастадық. Мен де бастап қойдым. Сені де бастап қойдым ғой. Достар, егер мен сіздерге қазір менің суретімді көрсетсемдер, сіздер қазір тырқылап өліп қалмаңыздар, ема? Прикол. Жасыл ерінді қайдан ғой. Помада. Жасыл помада, жасыл көк, жасыл қаз. Ну, енді хоть Бұл челлендждің шыққаннан негізі көп болды, е? Оның туған күні, ол уже 2 жаста. Да? Қалай 2 жаста? Не жаста? 2 жаста осы челлендж. Вау, Аружанның шашы күшті болып келатыр. Менің. Сенікі де. Негізі осы челленджді ең басында андай бір адамдар ғана, осы ережемен тек қана бір адам осы істегенде, осылай бояған. Ал қазір парный челлендж ойлап тапқан кейін, ол мүлдем қызық болып кетті. Сондықтан біз парный челлендж түсіреміз деп шештік. Біздің келесі досымыз Лол. Аржанның ең жақсы көретін ойыншығы. Бірінші басқа. Ал мен екінші. Әдем мен арасында. Сем салахи. Бумба. Бір. Көк, сары, жасыл.
Енді Айша. Давай. Сабунда. Не выразил. Мамаға вообще роза Қара. түскен жоқ. Мама неге айтып жатсыз? Қоңыр. Көк. Ал қалған үшеуі Мұхамеджан. Ja, қалған үшеуі Мұхамеджандікі. Қайсы көрсетші Мұхамеджан? Қоңыр Түттер тағы да Мұхамеджанға. Маған тағы да мынандай тупой түстер түсті. Ал мына ортасы мен білмеймін енді, бірақ аяғы осындай түсті. Мынау кукла ол Супермен ғой. Супермен бір. Кукла Супермен. 1, 2, 3 басталды. Wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town. Мынау Аружандікі. Милый. Крутой. Айшанікі. Менікі Супермен. Супермен Мұхамеджандікі. Супергел ма? Суперлол. Супергел. Ал енді комментарийға кімдікі Әдемі. соның атын жазамыз. Достар, келесі бізде Николь. Осындай единорог. Қазақшасын білмеймін. Егер білсеңіздер комментарийға жазыңыздар.
жасыл болып кетті, мына қараңыздар. Соны айтам, неге полный жасыл болып кетті? Енді менде 2 жасыл, 1 менің Екі фломастерім. жасыл, екі ақ болып тұр ғой сенде, иә. Какой он миленький. Көрсетші фломастерларыңды. Мұхаммеджанның фломастерім. Ал кім болды? Мен екінші болдым, Мұхаммеджан. Бірінші, Мұхаммеджан неужели мен екінші болдым, достар. Ромео фломастерін өткірсіз. Мынау Мұхаммеджандікі. Айшаныкі. Менікі зелеп. Өткен менде 2 зелеп. Жасыл. Иә, жасыл. Аружандікі. Бұл раундта мен жеңдім деп ойлаймын. Сондықтан менің атымды жаза берсеңіздер болады. Мен зелеп қалған деп ойластым. Достар, кімнің жеңгенін қайталап айтсақ, оны біз емес, сіздер шешесіздер. Сондықтан да комментарияның астына өздеріңіздің шешімдеріңізді жазыңыздар. То есть Айша деп жазыңыздар. Өзіңді ғана тілемесең. Достар, кімдікі әдемі болды. Менікін айтыңдаршы. Менікі міне. Менің Анна мен оғым әдемі болды. Бірінші Аружандікінен бастап көреміз. Мынау Аннам. Аннаң әдемі. Симбам. Мынау менің единорог. Мынау менің миленький оғым. Миленький. Енді Айшаныкі. Эльза. Анна. Ой, Анна, я. Единорог. Кукловод. Және жасыл. Симба. Мұхаммеджан. А менікі лол. Вау. И Анна ведьма. Анна ведьма дейді. Ага. Симба Терлинка. И Дуракой. Неге сен ондай аттар қойып жатсың? Сенікі де әдемі ғой, Мұхаммеджан. Мінекей. Ал, дауыс береміз. Дауыс беріңіздер. Обязательно Айша деп жазыңыздар. Мұхаммеджан деп жазыңдар. Достар, егер кім Мұхаммеджанға бағанан бері балет етіп отырса, лайк басыңыздар. Маған балет етіп отырсаңыздар, подписаться. Жоқ, Аржанға балет етіп отырсаңыздар, қоңырауды басып кетіңіздер. Басын ұстамасы. Ал олай болса, қош